оқушылар қоршаған орта тақырыбына байланысты топпен жұмыс жасадық. Әр топ өзінің жасаған жұмыстарын ортаға салсын. Ең алдымен тазалық тобына сөз береміз. Бірінші топ тазалық тобы. Бізге берілген тапсырма қоршаған орта туралы эссе жазу. Эссе құрылымы бұл шағын көлемді ой бөлісу, мәселені еркін баяндау. Табиғатты қорғау үшін табиғат байлығын неғұрлым тиімді пайдалану керек. Қоқыстарды қайта өңдеуге беру керек. Қоршаған ортаны қорғау. Қазір табиғаттың қоршаған ортаны ластануы бүкіл әлемдік мәселелердің бірі болып табылады. Бұл ластану адамға және экожүйеге өз зиянын тигізеді. Көбінесе қоршаған ортаны ластануы негізінен адам әрекетінен болады. Табиғатты қорғау бұл табиғи жер және су ресурстарды ұтымды пайдалану. Яғни біз қоршаған ортаны қорғай отырып, оның пайдалы қазбаларын, су ресурстарын, өсімдіктер мен жануарларын, ауа мен судың тазалығын қамтамасыз етуіміз керек. Өте тамаша, рахмет. Келесі топқа сөз берейік ендеше. Екінші топ жаңалық тобы, табиғат аялау туралы өлең шығару. Бұл адамзат аман жүрген келсегер, қарап тұрма несібен ғой қара жер. Табиғаттың тазалығын сақтаған азаматтық борышыңды ақтақ. Біз осы табиғатты қорғау ретінде жаңа бір тың мәлімет, яғни жаңа қорғау түрін ойлап таптық. Ол мысалға Экспо 2017 жасыл энергияны пайдалану. Мысалатын болсақ, су энергиясын, топырақ энергиясын және осы жасыл энергияны пайдалана отырып, біз табиғатқа ешқандай залалсыз қорғай аламыз және басқа да осылай жаңа технологиялармен басқа да дамыған елдердің қатарына кіре аламыз. Ал тағы да екінші ұсынысымыз ол қоқыстарды қайта өңдеу. Біз қоқыстарды қайта өңдеу арқылы қоқысты азайта аламыз және ауаны тазарта аламыз. Және үшінші ұсынысымыз ол осы оқушылар арасында челлендждер ұйымдастыру, жасыл осы табиғатқа байланысты ұйымдар немесе ойындар ұйымдастыру, эстафеталар жасау. Бұл балаларды табиғат әлеміне жақын болуға шақырады. Тағы бір табиғатты қорғау туралы ұсыныс айта кетсем, ол экскурсия. Яғни мектептен тыс оқушыларды қоршаған ортаға экскурсияға алып шығу. Бұл қалай қоршаған ортаны қорғауға көмектеседі десеңіздер, ол былай. Балалар қоршаған ортадағы ауаның және оның керемет тазалығын түсініп, адаммен және де тіршілік иелеріне керектігін ұғып, қоршаған ортаны ластамауға біраз болсын тырысады. Және мұғалімдер де оқушыларға көптеген сауалнамалар айтып, табиғатты қорғауға және де оның бізге керектігін барлығын бізге түсіндіреді. Осында балалар басқа өздерінің достарына, үйдегі ата-аналарына айтып жүреді. Оның да біраз болсын табиғатты қорғауға деген септігі болады. Жарайсыңдар. Жақсы, ендеше ары қарай жалғастырамыз. Үшінші топ қоршаған орта. Бізге берілген тапсырма мақала. Қоршаған ортаның ластануы мақала. Қоршаған ортаның ластануы қазіргі таңда бүкіл әлемді алаңдатқан үлкен мәселелердің бірі. Қазіргі экологиялық апат біздің елімізге қауіп төндіріп тұрғаны бәрімізге белгілі. Уақыт өткен сайын адамның табиғатқа әсері артуда. Яғни адам баласы өзін табиғаттың қожасы әрі билеушісі ретінде сезініп, одан өзіне керектінің барлығын алады. Бірақ келтірілген зиянның орнын толтыруға, дер кезінде қамқорлық жасауға мүлдем әрекеттенбейді. Адамның қоршаған ортаға тигізетін әсерін айта кететін болсақ, үлкен зауыттар мен кәсіп орындары және де осы үлкен зауыттардан шығатын улы қалдықтар, көліктерден шығатын түтіндер, көп мөлшердегі қоқыстар және тағы да басқа экологиялық жағдайлар. Осы жағдайлар ауаның ластануына, жылыжай эффектісіне алып келіп соғады. Мұндай жағдайда өсімдіктер мен жануарлардың қырылуына және адам баласының денсаулығының нашарлауына алып келеді. Сол себепті біз табиғатты аялап оған қамқорлық көрсетуіміз қажет. Өте тамаша, рахмет. Келесі топқа сөз берейік ендеше. Төртінші топ үлес тобы. Бізге берілген тапсырма нұсқаулық. Қоршаған ортаны ең ластаушы зат ретінде қаралатын пластиктер. Тамағымыздан бастап қалқанша безі, қаржы жақтағы ұйқы безі түбегейлі әсер етеді және белдеулікке себеп болуда.
Сәбидің сүт бөтелкелерінде де бұл зиянды заттар болуы мүмкін. Олар зиянды заттар баланың бүкіл генетикалық құрылымын өзгертуі мүмкін. Осы себепті пластикалық ыдыстарды өмір салтымыздан мүмкіндігінше ұзақ сақтаған жөн. Бұлардың орнына шыны, болат секілді ыдыстарды тұтыну керек. Пластикалық ыдыстардың ішінде еш нәрсені мұздатпау және ысытпау керек. Сондай-ақ қысқа сақтау үшін тосап, қызанақ секілді азық дайындауда да пластикалық ыдыстарды мүлдем жуатпау қажет. Қоқыс мәселесі жайлы айта кететін болсақ, ол бір ғана Алматының өзінде сыртқы жағында қоқыс тастайтын үлкен жерді есімізге түсіретін болсақ, сол қоқыстың қаншалықты улы газ таратып, ластап жатқандығын ескеруіміз қажет. Осы мәселенің шешімі нұсқаулық бере кетсем, ол үйден қоқысты шығарарда оны іріктеп барып тастауымыз қажет. Қоршаған ортаны қалпына келтіру немесе сақтап қалу өзекті әрі ауқымды мәселе. Өйткені ұзақ жылдар бойына адамзат табиғатты барынша пайдаланудың нәтижесінде климатта айтарлықтай өзгерістер орын алды. Қоршаған орта аса айтып тұрғандай бізді қоршаған әлем. Қорытындыласақ, осы істердің барлығын әдетке айналдырыңыз. Кішкентай әрекеттердің өзі дұрыс болмаса, үлкен қиындық тудыруы мүмкін. Сондай-ақ, кішкентайдан бастап дұрыс әрекет жасаңыз. Үлкен мәселелердің алдын аласыз. Қоршаған ортаны қорғауда экологиялық мәдениетті қалыптастырған жөн. Қоршаған ортаны қорғауда өзіңізден бастаңыз. Жарайсыңдар. Жақсы. Қоршаған орта тақырыбына байланысты топпен жұмыс жасадық. Өте тамаша, рахмет.